Армысыздар ағайын, тағы да мен баяғы сол жерұйық паркі, Астана қаласы, немесе тарихи дұрсаты бойынша Ақмола қаласы, қазанның 1 жұлдызы 2019. Бүгін сол таза ауада керемет демалып, тып-тыныш, рахатта тағы да кездесіп отырмыз. Өте қуаныштымын. Бүгін менің айтайын дегенім, біздің халықтың немқұрайлылығы деуге бола ма екен, немесе жалқаулығы деуге бола ма екен, сол туралы айтқым келді. Мысалға, біраз жыл Алматыда тұрдым мен оқыған кезде, бұрын мектеп бітіріп, студент болдық, оқыдық. Сонда мысалға орташа 10 жыл тұрдым десем, 10 жылдың ішінде бір 2-3 рет медеуде болдым мысалға. Әрі кетсе бір 5 рет болған шығармын 10 жылда. Мысалға Астанада паркте күнде болатын не жоқ, жағдай жоқ. Мүмкіндігінше күнде болу керек. Жақын бір 2-3 аялдама жер болу бір жатқан бір проблема. Келіп, 1-2 сағат болып таза ауа жұтып, кішкене демалып. Саға бір өзеннің жағасында тұрып, өзенге бару проблема. Мысалы, Көкшетауда тұрып, немесе Щучинскийде тұрып, Барауайға барып, Бурабайға проблема. Павлодарда тұрып, Баянауылға бару проблема. Әйтеуір тек жатқан сол не. Жылына бір бара ма, бармай ма адамдар. Сол сияқты сол қасындағы, алысқа бармай-ақ, сол қасындағы бір жақсы жерлерге бару, ол бір жатқан бір не проблема да біздің қазақта. Барды қолданбайды, барды пайдаланбайды. Сол тек күнделікті тек күйбең тіршілікпен, күнкөріс тек ақша табу, мансап, дәреже, және тағы бір біздің халыққа тән нәрсе ол бәсекелес, бақталастық. Анау бір мысалы той жасайды бір көрші, немесе танысың бір 300 адам шақырып, сен міндетті түрде 400 адам шақырасың. Анау бір 500 адам шақырады, сен 600 шақырасың. Анау анандай бір жерде істейді, анау сен мынандайсың. Молаға дейін бақталастық. Анау мынандай бір 7 қатар көтереді, анау 8 қатар көтереді, сөйтіп әйтеуір моласын көріп өлгің келеді дейді ғой. Бір жігіттерден естідім, бір адамдардан. Сондай бір әзілді. Сол сияқты ғой. Сол керек емес нәрсеге біз көп көңіл бөлеміз, көп уақыт бөлеміз, көп қажыр жігерлігімізді бөлеміз. Керек емес нәрсеге. Бақталастық сияқты, бәсеке, біреуден асып түсу, біреуден кем қалмау сияқты. Өзімізге, шын өзімізге көп көңіл бөлмейміз. Шындығында соның бәрі өмір, соның бәрі уақыт өтіп жатыр. Сен анаумен таласып, мынаумен жағаласып жүргенде, мынаумен алысып, мынаумен жолсыз жүргенде уақытың өтіп жатыр, өмірің кетіп жатыр. Айналдырып келгенде дымсыз қаласың. Дым жоқ, дым ештеме жеткен жоқсың, ештемеге. Бір еске түсіретінде ештеме жоқ. Былай қарасаң бір. Еске түсіретін мүмкін бар шығар, бір қанағат тұтатын ештеме болмайды да, айналдырып келгенде. Өмірің тек босқа өтіп кетті. Өзің қайда, балдарың қайда, бала-шағаң қайда, соның бәрі қалады. Сенсіз өседі балдарың. Өскен бірақ білесің, мен балдарым өсіп кетіп қойды. Сен соның өскенінде бірге болмадың ба? Бірге туғаннан қасында болып, бірге жүріп, үйретіп, көрсетіп, соған мәз болып, соның қылықтарын қарап, тәнті болып, соған рахат алып, сөздерінен, қадамдарынан, оқуға қалай барды, балабақшаға барды, ана жерде мынандай айтты, мына жерде былай істеді, соның бәрін күліп, еске түсіріп, мәз болып, қуанып, рахаттанып жүргенге не жетсін. Сол өмір деген сол негізінде, шынайы өмір. Біреудің артынан біреу қуу емес, ақша қуу емес, мансап құру емес, осы өмірдің рахатын көру, өмірге үйрену. Менің өзім жеке көзқарасым сондай. Өмірде біздің мақсатымыз екеу. Ең негізгі, бәрі келіп соған тіреледі. Үйрену және рахаттану. Осы екі сұрақ шешу үшін келгенбіз бұл өмірге біз.
өмірдің рахатын көрумен, сосын біраз өмірге үйренуге. Осы екі тұрғыда болса өмірің, сонда сен өмірдің қызығын көріп, өмірдің не екенін көріп, былай әрбір сәтің сонда саған мәнді болады. Әрбір сәтің сен қуанышта, махаббатпен, шынайы көңілмен, шынайы сезіммен өткізесің. Әрбір сәтің сенің бұл өмір. Сондықтан оны бағалау керек те, бағалап, қадірін біліп. Бізге жаратушымыз үш нәрсе берген. Үшеуі де ең маңызды нәрсе. Одан маңызды ештеме жоқ бұл өмірде. Және үшеуі де теп-тегін, су тегін берілген. Бір тиын біз ол үшін төлеген жоқпыз. Бір қимыл істеген жоқпыз. Таза тек тегін берілген жаратушымыздың бізге берген сыйы. Сол сыйды біз тегін болғандықтан ба қадірін білмейміз. Оларды айтсақ, ол бірінші сый, ол уақыт бізге берілген. Сол уақыттың қадірін білмейміз. Қалай болса солай өткіземіз. Екінші сый денсаулық. Оны да біз мәңгі берілген сияқты нетеміз, құртамыз. Сосын бар ойбай, ауырам, қартайтып қой, неғыл дейсің деп. Қартайғаннан емес қой ол ауырған, сен күтпегендіктен, қалай болса солай өткізгеніңнен, сол күтпей, қарамай, немқұрайлықпен қарағандықтан денсаулығын. Содан ол айырыласың. Ешқандай ол уақыттың, қартайғандықтың қатысы жоқ оған негізінде. Соның бәрі тек өзіңнің қолыңда бәрі. Содан сен айырыласың. Және үшінші сый жаратушымыздың берген бізге. Ол ең бәрінен асып түсетін сый. Онсыз ештеме жоқ бұл өмірде. Ол өмір. Шыр етіп бұл өмірге біз келгеннен бастап, біз кеткенге шейін осы жаратушымыздың сыйын алып жүреміз, сол сыйымен жүреміз, соның арқасында. Соны бағаламайды адамдар. Қалай болса солай өмірін, не болса соған жіберіп, содан ол бана әңгіменің басында айтқан бақталастық, бәсекелестік, алыс-жұлыс, жағалас, соның бәрі тек бос әңгіме. Өмірдің рахатын көр. Қазір осы жерде өмірдің рахатын көр. Рахаттан үйіңмен, бала-шағаңмен, жора жолдастарыңмен, өзің денсаулығыңмен, өзіңмен рахаттан өмірге. Міне парк, таза ауа, тып-тыныш, ауа тап-таза, қандай керемет, қандай енді қалалы жер болғандықтан табиғатқа тікелей шыға алмайсың да, бірақ енді осы қаланың адамына осының өзі де табиғат. Міне тып-тыныш, бір адам жоқ. Рахат. Керемет. Қандай алтын күз. Осыған рахаттанып, осыған мәз болып, осыған кәдімгі ләззат алып жүрмегесін, ол басқасының бәрі бос әңгіме, бәрі күйбең тіршілік. Сондықтан әрбір сәтті бағалай біліңіздер деп айтам. Әрбір сәт, әрбір осы момент қазіргі осы. Аяқ қол бүтін, киетін киім бар, ішетін су бар, жейтін нан бар. Бәрің аман, айналаңдағы туған туыс, бала-шағаң, ағайын тума, жора жолдас. Одан артық не керек? Осы ең басты байлық сол. Қалғанның бәрі тек өмірдің рахатын көру, өмірден үйрену, сабақтар алу. Кейде қателесесің, кейде жаңыласың, құлайсың, сүрінесің, жарақат аласың, тағы бірден болады, ақшадан айырыласың, достан айырыласың, беделден айырыласың. Бірақ сол ақылың болса, миың болса, соның бәрін қайтаруға болады, қайтаруға да болады, көбейтіп, үдетуге де болады. Тек өмірді ғана сен қайтара алмайсың. Өмір, уақытты қайтара алмайсың, кете береді. Сондықтан соны бағалап, соның қызығын, уақытын, ләззатын көріп жүру керек.
соны тілеймін сіздерге. Одан артық ештеме жоқ. Андай неше түрлі андай баталар, неше түрлі тосттар, неше түрлі тілектер, оның бәрі бос әңгіме негізінде. Иә, ол тілек айтады әрине, анау мынау, бірақ сонымен сол қалады, сол ештеме де өзгермейді. Сондықтан өзің өзгермесең, өзіңді өзің өзгертпесең, өзіңе деген көзқарас, өмірге деген көзқарас өзгертпесең, оның бәрі бос әңгіме тек. Сондықтан өзіңнен баста өзгерт. Сонда бәрі де өзгереді, бәрі тілек, соның бәрі соған қолғабыс болады, соған көмек болады, соған себепші болады. Өзің бастамасаң, өзіңді өзің өзгертпесең, содан бастаңыздар, өздеріңізден бастаңыздар. Болды, ар жағы бәрі тамаша болады.